Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, оп-оңай жасалатын лечо салатының рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарап, бірге болыңыздар. Салатқа қажетті құралдардың барлығы описанияда жазылған. Ең алдымен барлық овощтарымызды жуып тазалап аламыз. Содан кейін помидорларымызды осылай ірілетіп турап, керек емес жерлерін алып тастап, мясорубкадан немесе блендердан өткізіп аламыз. Екі-үш чеснокты да осылай блендердан өткізіп саламыз. Мінекей помидорларымызды өткізіп болдық. Енді перецтерді турауға кірісеміз. Перецтерді ірілетіп тураған дұрыс, жіңішке қылып турасаңыз, салаттың ішінде көрінбей қалады. Сол үшін мен ірілеу қылып тураймын. Әртүрлі перецтер қосуға болады. Мен қызыл, жасыл екі түрін қостым. Барлығын қазанымызға салып, оның бетіне керек мөлшердегі қант, тұз және сұйық майымызды құйып, бір араластырып, оттың астын ашып қоямыз. Қайнағанша дейін күтеміз. Оған дейін петрушканы кесіп дайындап қоямыз. Немесе укроп қосуға болады. Міне осылай сатылдап қайнағаннан кейін үстіне петрушкамызды салып араластырып, енді 20 минутқа пісіреміз. Астын жай басып қоямыз. Оған дейін банкаларымызды стерилизовать етіп дайындаймыз. Жиырма минуттан кейін уксус қосып, тағы да бір кішкене 5 минутқа қайнатамыз. Содан кейін салатымыз дайын болады. Мінекей біздің салат дайын болды. Банкаларға салып, бетін жауып, жылы жерге алып қоямыз.
Дайындап көріңіздер осы рецептпен, ас болсын.